күнмен, оның нұрымен ант етем деп келген болатын болса, таңғы сәрімен ант етем деп келетін болатын болса, осындай анттап көрсеңіздер, одан кейінгі келетін нәрсеге көңіл бұру керек деген сөз. Ол жерде бізге маңызды нәрсе бар. Ал Аллах Тағала бұл жерде аспанмен және жұлдызбен, жарқыраған жұлдызбен ант еткен кезде не нәрсені айтайын деді. Аллах айтты: "Ин куллу нафсин ламма алейха хафиз". Бізге білу болған, керек болған нәрсе. Бізде иманның бір бөлшегін құрайтын нәрсе, қайсы бір адам болмасын, кім болмасын, бүкіл адамның қасында оны бақылап жүрген, оны күзетіп жүрген періштелер бар дейді. Яғни біздер ұғымызда жалғызбын деген сөзді айта аламыз. Қасында кем жоқ, әйелім жоқ, балам жоқ, үйде жалғыз қалдым деп. Бірақ өзіміз сияқты пенделерге салыстырғанда, ал егер Аллахтың періштелері алатын болсақ, біз еш уақытта жалғыз қалып жатқан жоқпыз. Біз еш уақытта жалғыз қалып жатқан жоқпыз. Сол үшін біз әрқашанда қай кезде болсақ та, Аллах Тағала бізді көріп тұр, біліп тұр, және ертеңгі өмірімізге куәгер болу үшін, ертең өзімізге құжат, дәлел болу үшін қасымызға сондай періштелер қойған. Ол періштелер біздің қасымызда жүріп, бүкіл нәрсені істеген ісімізді жазып, сызып жүрушілер, бүкіл ісімізді бақылап жүрушілер. Енді алып ойлап қараңызшы, біздің қасымыздағы жазушы, жақсылықты, жамандықты жазушы періштеге иман келтіруден қандай нәрсе пайда шығады? Сіз үйде отырсыз. Енді ондай нәрсе болмай-ақ қойсын, ондай күнәға Аллах Тағала бізді жолатпай-ақ қойсын, Аллах Тағала кешірсін, ондай күнәға батып қойғандарымыз болатын болса, үйде ешкім жоқ. Әйел бала шағыңыз сыртта. Қасыңызда әкеңіз жоқ, шешеңіз жоқ, кішкентай балаларыңыз ұйықтап жатыр. Сіз жалғыз қалдыңыз. Ешкім көрмеді деп ойладыңыз. Сөйттіңіз да, телевизорды қостыңыз да, олар жаман нәрсені көрсеткен кезде соған тесіліп қарай бастадыңыз. Қарап отырсыз, жаман бір көрініске, күнәға, сізге ең Аллах Тағала жақсы көріп берген иманына зиян беретін нәрсеге қарап отырсыз. Егер сіздің даладағы қойып қойған машинаңызды біреу түртіп сигналсыз ойнаса, сіз жүрегіңіз ауырып жүгіріп барып кім деп қарайсыз. Бірақ иманымызға осындай зиян келіп отқан кезде біз қарап отыр едік. Бір уақытта біздің 5 жасар қызымыз ұйқысынан оянды да, біз отырған бөлмеге кіріп келді. Біз ары қарай көре аламыз ба? Жоқ. Өшіреміз. Болмаса ауыстырамыз. Біз кімнен ұялдық? 5 жастағы қыздан ұялдық. Ол мүмкін түсінген шығар біздің не көріп отқанымызды. Ал мүмкін түсінбеген шығар. Ол көріп үлгерген шығар, көріп білмеген шығар. Ол тіпті көріп үлгерсе де, ол біздің қызымыз, әкем осы нәрсені көріп деп жазып қоймайды. Бірақ ол қызымыз келместен бұрын біздің қасымызда жазып отырған періштелер бар екен. Біздің не көріп жатқанымызды, не істеп жатқанымызды. Міне сол үшін осы біліңдер деп Аллах Тағала аспан мен жұлдыз бен жарқыраған ант етіп келіп айтты: қайсы бір адам болмасын, оның қасында күзетуші періштелер бар деді. Біреу жақсылығын жазады, біреу жамандығын жазады. Және қорғаушы періштелер бар, адамды кейбір жамандық келеткен жамандықтан Аллахтың қалауыменен тосатын періштелер бар екен. Аллах Тағала бұл Құран аятында бұл жайында өте көп баяндаған. Және бір аятта келеді: "Ма ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид". Сенің аузыңнан қандай бір сөз шықпасын, илля ладайхи, оның қасында дейді, ол адам, сөйлеген адам қасында кім бар? Рақиб, аңдушы бар. Бүкіл сөзді аңдып тұрған аңдушы бар. Атид, ол дайын тұр, еш нәрсені мүлт жібермейді. Оның қолында кәдімгі біздер періштелер жазады, періштелер байқайды деген кезде ойлап қалмайық, тек қана қағаз бен қалам деп. Оны Алла біледі, бірақ олар жазады. Немен жазатынын Аллах біледі, бірақ еш нәрсені қалдырмайды. Біздің қазір кезде жаза батырымыз деген кезде біз камераға жазуымыз мүмкін, біз соткаға жазуымыз мүмкін, біз дәптерге жазуымыз мүмкін. Бірақ осы әрбір нәрсені сотка сол сәттің бәрін байқап тұрса, камера байқап тұрса, шынымен де бұл нәрсені біз сақтық қыламыз. Егер де кім сіз бір бастықтың кабинетіне кірсеңіз, камераның тұрғанын көрсеңіз, бойыңызды жинап аласыз. Бірақ біз әрқашанда Аллахтың періштелерінің, ол айтқанда камерасының астында жүргенімізді естен шығармауымыз керек. Міне осыны Аллах Тағала еске салды. Адам баласы естен шығармасын деді. Оның аузынан шығатын бір әріптен тұратын у деген сөз шықса да, екі әріптен тұратын су деген сөз шықса да, оны олар жазып қойған міндетті. Шейх Усаймин өзінің жүз аммада тәфсір жасаған кезінде бір мысалды келтіреді. Имам Ахмад және Хамбали мазхабының сол имамы болған, ол кісінің бір күні қатты ауырды. Сөйтіп төсек тартып қалды. Достары келіп оның көңілін сұрай бастады.
Сонда бір досы келіп қасына көңіл сұрап отырды. Ол жаңа я инну мин марадихи, қатты ауырғандығынан ыңырсыған даусы шығып жатқан еді дейді Имам Ахмадтың. Сонда жаңағы досы келіп оған айтты: Самиату мин Таус, мен Таус деген ғалымнан естідім. Бұл табиғиндардың ішінде үлкен бір ғалым кісі болған кісі еді. Содан естідім дейді. Ол кісі айтатын еді дейді өз сөзінде: Инна анинал мариди юктаб, ауырған адамның ыңырсығаны да жазыла береді кітапқа деп айтқан еді депті. Ауырған адамның ыңырсығанын да періштелер жазып қоя береді деген екен дейді. Сонда Имам Ахмад сол ыңырсығанын өзі кітапқа түспей-ақ қойса екен деп ыңырсығанын тоқтатты дейді да, өзін күштеп. Сол үшін біздің өмірдегі бүкіл нәрсе жазылып жатыр. Алла Тағала Құран кітабын түсірді де не деп айтты ең алғашқы аяттарында: Иқра бисми раббикаллази халақ, оқы, сені жаратқан Раббының атымен бастап оқы деп келді, бізге бұйырды ғой Құранды оқуға. Бірақ адамдар осы Құран түсті, Құран жер бетінде бар, бізге оқы деп бұйырды. Қалаған оқып жатыр, қаламаған оқымай жатыр. Бұл дүниеде бізге бұйырды, бірақ Аллахтың бұйрығын істеп жатыр біреу істемей жатыр. Ол бүкіл кітапты оқуға дайын, бүкіл нәрсені естуге дайын, бүкіл нәрсені көруге дайын, бірақ Аллахтың кітабына келгенде ода уақыт жоқ. Міне адамдарға Құран түсті, Аллах оқы деді, біреу оқып жатыр, біреу оқымай жатыр. Қияметтің күнінде Аллах оқы деп айтады екен. Иқра китабак ва кафа би нафсика лияума алейка хасиба. Оқы кітабыңды. Ол кезде біздің амал періштелер жазған оқытады екен жаңағы андуш. Періштелердің біздің өмір бойы қанша? 70 жыл өмір сүрсек 70 жылдың, 60 жыл өмір сүрсек 60 жылдың, 15 жыл өмір сүрсек 15 жылдың жаңағы нәрсесін жазып қояды екен. Сол кітабыңды оқы деп бұйырады екен. Ол кітапты оқудың өзі бір азапты. وما لي هذا الكتاب لا يغادر صغير ولا كبير إلا أحصاها. Бұл не деген сұмдық кітап, ішінде кішкентайын да үлкенін де қалдырмай тізіпті ғой деп адам баласы шоши бастайды екен. Қараңыздар Құран аятын. Үлкен деп бастаған жоқ, кішкентайын да ولا صغيرة ولا كبيرة, үлкенін де қалдырмай тізіп қойыпты ғой деп айтады екен. Дәл осындай болады деп ойлаған жоқпын деп ойлайды екен. Ертең біз бұныңа мән бермеген нәрсеміздің бәрі шынымен біздің амал дәптерімізде жазылып тұрады екен. Соны жазушы періштелер қастарында жүр, соған иман келтіріңдер. Ертең соның жазғанның бәрі сендерге қиямет күнінде куәгер болады деп бізге Алла Тағала осы Құранда хабарлап қойған екен. Суды жібере салсыншы. Алла Тағала бұйырып қойған екен. Сол үшін бұл жердегі біз иман, періштелерге деген иманды қамтып тұр. Періштелер көп. Өлім періштесі бар, адамның жанын алушы, жаңбыр мен табиғатты қадағалаушы періште бар, Аллахтан бізге хабар жеткізуші періштелер бар, небір періштелер бар. Соның ішінде біздің қасымызда содан табан тіреп қалмай жүрген екі періште бар екен. Олар біздің бүкіл нәрсемізді жазып, тізіп қояды екен. Алла Тағала осыны айтқаннан кейін келесі аятта былай деп жалғастырды: Адам баласы неден жаратылғанына қарасыншы дейді. Аллах бұйырды бізге. Адам баласы неден жаратылғанына қарасыншы дейді. Бұл Құранның аяты. Құранның әрбір аятына амал істеу үлкен сауап. Сахабалар Құранның әрбір аятына амал істеу үшін барынша талпынатын. Тіпті сондай сахабалар болды, олар айтты: мен Құранда аят оқыдым, егер сен бір мұсылман бауырыңның үйіне барсаң, егер ол саған айтса қайт десе, қайтыңдар, ол сендер үшін жақсы деген аятты көрдім. Сол аятты амал істеу үшін мен қанша бауырым үйіне бардым, кей кезде армандайтын едім, үйін барып есік қаққанда жоқ, қайта бер, менің қолым босамай жатыр деген сөз естісем деп, бір рет Құранға амал, соған қолым амал істей алмай жүрмін деп өкінгендер де болды. Әрбір аятқа көңіл бұрды. Аллах бізге мына жерде амал бұйырып жатыр. Бір амал істеуді қандай? Қарайықшы біз неден жаратылдық. Артқа бір қайтайықшы. Кеше бір ер кісі бар еді, әйел кісі бар еді. Олар тағдыр жазды, некеленді, үйленді, араларында сезім болды. Сол кезде біз қаптап жатқан миллиондаған тамшы судың қатарында, ұрық судың қатарында жатырға қарай ұмтылдық та. Біз бейшаралардың тағдырымызға жазды да жатырға барып жабысып қалдық. Бізге бұйырған екен. Сол кезден бастап біздің Аллах қамымызды ойлады. Білеміз бе сол жағдайды? Есімізде жоқ. Біздің сол кезде құлап қалмайын деп жабысып тұрдық па? Жоқ, Аллах біздің қамымызды ойлады. Осы өмірге келсін деп жатырға барып жабыстық. Сол жерде бізді өсірді. Бір клетка болдық. Бір клетка екеу болды, екеу төртеу болды, 40 болды.